Саламатсыздар ма, құрметті қазақстандықтар? Мен Ортай Әлия Ағайбекқызы, бизнес бастау Шымкент қаласының өкілімін. Бизнес бастау Шымкент қаласының шабандоздарының жетістіктерімен бөлісеміз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Менің есімім Қалданов Нұрлан Қонысбекұлы, Шымкент қаласынан боламын. 25 ағымда онлайн оқыдым. Біздің кәсіп енді кілем жуатын орталықтар көптеп ашылып жатыр. Сондықтан сол кілем жуатын орталықтарға арнайы кілемдерді кептіретін жаңа аппаратын шығарамыз. Енді бизнес бастауға дейін айлық көрсеткішке шағатын болсақ, табысымызды где-то 150-200 мыңның көлемінде еді. Осы бизнес бастаудан алған білімдер арқылы, сату өнерін дамыту арқылы қазір алдын ала тапсырыстар қабылдап жатырық. Табысымыз миллион десек те болады. Одан кейін бізде қазір енді бұл жерде бизнес бастаудан үйренгенім бұл жерде расширение, үлкейту, масштабирование. Соны қолға алып жатырмыз, Құдай қаласа. Енді және де кілем жууға қатысты бүкіл кілем сығатын аппараттан бөлек жуатын аппарат, кілемді қағатын аппараттарды қоса шығарған ойымыз бар. Енді мен не үшін онлайнды таңдадым? Маған негізі офлайн оқығым келген, бірақ енді мен үшін артықшылығы онлайнның. Онлайн қазір менің кәсібім болғандықтан кәсібімді тастап кете алмадым. Ол кезде әлі жүйелеу дегенді, не дегенді білмейтін ек. Мен осы жұмыстың жарты жұмысын өзім істейтін едім. Былайша айтқанда бар ғой. Сонымен қасында жүруіме тура келді. Сонымен бір артықшылығы, жаңағы осы жердегі өкілеттік Әлиямен хабарласқаннан кейін, Әлия ханым айтты, осы жерде біздің уже жеткілікті сіздерге түсіндіре алатын жаңа кураторлар бар деді. Сіздің кез келген сұрағыңызға жауап ала аласыз деді. Сондықтан мен осы жақта оқуға жаңағы кірістім, және де бизнес кәсібімді де қатар алып жүріп. Ертегім енді жаңағы айттым, бізде енді стабильный доход жоқ еді. Бір енді жаңағы бір жылдық істеген табысымды айға бөлсем, где-то 150-200 мыңнан етегім 150, одан кейін жотамды 500 мың деп қойғам. Тауымды миллион деп қойдым. Оқу аламан біткенге дейін 1 миллион 50 мың теңгемен аяқтадым. Мен есім Мақсат, онлайн оқыдым. 25 ағымда осы бизнес бастауда Ахмет ағайдың үлкен кеңдеген білімдерін алдым. Соның арқасында мына жұмысымды бастадым, осы жерден кәсіп аштым. Біз қазір мына пластик есік тереземен айналысып жатырмыз. Бұл клиенттер арқылы, клиенттермен өзіміз жаңа клиенттер келеді, соларға істеп беріп отырмыз. Бәрін құрастырып, орнатып, барлығын үйіне апарып орнатып, солай жасап жатырмыз. Мен бұл кәсіпті өзім шешім қабылдап, нөлден бастадым. Бұны таңдаған себебім мен өйткені жарнама жіберген кезінде бұдан маған көп сұраныс пайда болды да. Сол арқылы мен бос жұмысты қолдап, қазір енді Құдайға шүкір клиенттерім көп, күнделікті клиенттерге тапсырыстар алып жасап жатырмыз. Бизнес бастауға дейін мен стройкада жұмыс істегенмін. Алматыда істедім, Астанада істедім, кейін Атырауда істедім. Атырауда сол айлығым 170-180 мыңдай болды. Сол айлықты тастап, осы кәсіпті ашып отырмын. Бизнес бастауға дейінгі айлық табысым мен 200 мыңдай сол шама болды. Енді бизнес бастаудан кейінгі айлықтарым қазірге есептеп қарасам уже 1 миллионға жақындап қалды. Бизнес бастауға дейінгі кезінде мен жұмыстарды бастау өте мен үшін қиын еді да. Қазір мен бизнес бастауға қатысқаннан кейінгі менің әрекеттерім өте жылдам. Біреумен кездесу керек болатын болса, тез арада барып тез шешім қабылдап, тез шешіп, барып жұмыстарымды тез тындырып қайтқанды өзім қалаймын да. Бұрынғыда көп ойланып жатып аласың, ол жаңағы ертеңге қалдыра бересің, сондай. Қазірге сразу сол замат шешім қабылдап барып тез тындырып қайту қазіргі мақсатым. Менде Алматыға барып оқуға менде возможность болмады. Жаңағы одан мен жеңілдеу жағын алып осы Шымкент қаласында онлайн арқылы оқығанды қаладым да, солай оқыдым. Сол Алматыға барсам, сол көптеу шығын түсіп кете ма дедім, ойладым да, шығын көп болып кете ма деп ойладым да. Ол ешқандай Шымкентте оқығанды, Алматыда оқығанның ешқандай айырмашылығы жоқ мен үшін да. Ол онлайн оқыған кезінде де
мен сондай әсер алдым, мықты әсер алдым. Мен Лесіп Нұрлыбек Мұсабекұлы бизнес бастауда 24-ші ағымда онлайн түрде осы Шымкент қаласы бойынша оқыдым. Мен алдым кәсібімді газ саласында істейтін тұғымын. Осы бизнес бастауда оқыған екен өзімдегі бар қабілетті осы кәсіпке айналдырып, бизнес бастаудың арқасында, Ахметбек ағадан алған білімдердің арқасында осы өзімнің жеке кәсібімді аштым. Біз газ жабдықтарын, газ колонка, газ плита, газ котелдарды жөндейміз. Газ котелдарды жөндеп, соған техникалық қызмет көрсетеміз. Және газға дәнекерлеу үйге газ турбаларын тартып береміз. Бұл кәсібін айналысатын едік, бірақ дамымаған түрде айналысатын едік бұлмен біз. Осы бизнес бастауға келгелі мен бизнесті жүйелеуді, қалай құруды, қалай команда құруды, және де қалай жалпы білімнің арқасында ғой, бизнес бастауға келіп мен жалпы білім алдым. Білімнің арқасында бизнесті жүйеледім. Осының алдында дамымаған түрде клиент те аз болатын тұғым бізде. Біз жасайтын тұғымыз, бірақ өте сапасыз түрде, сапасыз емес енді, кәсіби түрде жасамайды екенбіз да. Мен бизнес бастауға дейін айлық табысым 80 мың болатын тұғын, зарплатаға жұмыс істейтін тұғымын. Осы бизнес бастаудан кейін айлық табысым 400-500 мыңға көтерілді. Айлық табысым қазір 400-500 мың. Енді алда жоспарлар бар, бұйыртса айлық табысты миллионға көтереміз бе деген. Ол кезде менде шынымды айтайын жалқаулық болды, еріншектік болды, нақты мақсат болмады. Қазір осы бизнес бастауда оқығалы алдымызға нақты мақсат қоюды үйрендік. Жалпы білім алдық. Оның бәрі білімнің жандай ненің арқасында болады екен. Білім алу керек екен жалпы. Әрине жеттім оған, Құдайға, Аллаға шүкір. Қазір мен қалаған жеріме барып тамақ іше аламын, қалаған киімді магазинге барып қалаған киімді кие аламын. Мен осы жалпы бизнес бастауға келгенде өз-өзіме мен ниет қылғам, бизнес бастаудың ешқандай сабағынан қалмаймын, соңына дейін барамын, соңында жақсы білім алып шығамын, өзіме керектігін алып шығамын. Мысалы мен жұмыста жүріп оқыдым. Маған ешқандай кедергі болған жоқ. Мысалы сәрсенбі күні сағат 7-тен 10-ға дейін, ал сенбі күні демалыс. Менде Алматыға баруға мүмкіндік болмады. Қайтаруда болғанда ол кезде мен бизнес бастауда оқымай тұрып, мен әлі толық шешкен жоқ едім, жұмыстан шығатынымды шықпайтынымды. Бизнес бастауда оқу барысында мен өзімнің жалшылық жұмыстан шығу керек екенін түсіндім, және жеке кәсіп істеу керек екенін түсіндім. Қазір түсінген адамға мына нарықтық экономика, капитализм, үкіметке жұмыс істеу керек, қай кезде үкімет жақсы зарплата төлесе, өзінің қажеттілігін қамтамасыз етсе, 400-500 мың зарплата төлесін маған, мен үкіметке жұмыс істеймін. Ал 80 мың теңге ол адамның қажеттілігін, қандай қымбатшылық, нарықтық экономиканың заманында қажеттілігін өтей алмайды. Жаңылыспасам, бизнес бастау Шымкент бойынша бітіру кеші 5 сәуір күні болса, мен 5 сәуір күні бітіру кешіне қатысып, 7 сәуір күні жұмысқа барып, арыз жазып, жұмыстан шығып кеттім. Ешқандай қорқыныш, еш оғандай ой болған жоқ. Мен қайтаға қуандым өзімнің еркін адам екендігіме. Жеке кәсіпке кеткеніме, осы жол таңдағаныма қуандым. Мен атым Мөлдір. Бизнес бастаудың 24-ші ағымында оқыдым. Онлайн курста Шымкент қаласынан қатынастым. Өзім кәсібім жайлы айта кететін болсам, жүкті және емізулі әйелдерге арналған киімдер сатумен айналсам. Ашылғанымызға 6 ай болды. Бизнеста мен осы бизнес бастаумен 2 айда 2 миллионға жетем деп жотамды, тауымды солай қойдым. Жотам 800 мың болды, етегім 300 мың болған. Бірақ 2 миллионмен аяқтадық. Жаңа беріп жатқан бізге мотивациясы бізді жігерлендіріп тұрды. Әрдайым давай деп, әрбір әнұран айтқан сайын, өлең айтқан сайын бәрімізді оншалықты прям не емес, өзіміз үшін сенімді болдық. Шымкент всегда алда болу керек деп сәл түсіп қалса, бірақ жаңағыдай жан таласып жаттық. Бизнес бастау ешқандай да лохотрон емес, сект емес, пирамида емес. Ол оқы және оқы деген білім беріліп жатқан Ахметбек Нұрсиланың жанын салып беріп жатқан барлық қазағым оянса екен, бай болса екен деп үйретіп жатқан білімі.